жасыл көнді төр көздірген халықтың ұрпағымыз. Ендеше қазақ өнерінің қасиетін қадір тұтып, бүгінгі Ахметжан Рабжанұлының «Бұлбұл құсым» атты шығармашылық кешіне қош келдіңіздер. Ал құрметті өнерсүйер қауым, сіздердей көрермен барда қазақтың төл өнері ешқашанда өлмейді. Сол үшін де біз өнер иелері сіздерменен мақтанамыз, сіздерменен марқаямыз, сіздерменен биіктеп, сіздерменен шаттанамыз. Бүгін мінекей Ахметжан Рабжанұлы өздеріңіздің ауылдарыңызға келіп, сіздердің аман жүздеріңізді жақыннан көріп, өзінің жүректен шыққан сырлы әндерін сіздерге паш етпекші. Ендеше әрі әнші, әрі ақын, әрі композитор, әрі бүгінгі кештен иесі болған, былайша айтқанда өнерде бағындырған әр саланы, талантына талай жандар тамсанады. Әндері жүректердің қылын шерткен, алдарыңызда Ахметжан Рабжанұлы тамылжыда ән салады. Сөз төркінін түсінген арда қазақ, әншісін шапалақпен қарсы алады деген. Ендеше алдарыңызда Ахметжан Рабжанұлы.